Қымбат, менде жақсы жаңалығым бар. Ол қандай жаңалық? 23 сәуір ұлттық кітап күні мерекесіне орай кітапханамызда кітап апталығы өтеді. Құрметті кітап сүйер қауым, қадірменді оқырмандар, ұлттық кітап күні мерекесіне орай 16-23 сәуір аралығында өтетін мәдени шаралармен таныс болыңыздар. 16 сәуір кітап мәңгілік мұра. Кітапхананың жаздық алаңында биылғы мерейтой иегерлеріне арналған кітап көрмесі және ата мұра кітап ал дүкендерінің кітап жәрмеңкесі өтеді. 17 сәуір жыр әлемінің нәзік шебері, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Гүлбақыт Қасенмен сыр сұхбат. 18 сәуір кешкі кітапхана әлеміне саяхат, жұмысшылар жылына орай жұмысшы мамандарымен кездесу, интеллектуалды ойындар және сұрақ-жауаптар. 19 сәуір кітаппен әр күніңді жарқын ет, ашық аспан аясында кітапхана қорына жаңадан түскен кітаптармен танысу, оқу және талқылау. 21 сәуір сирек кітаптар симфониясы, сирек кітаптармен таныстыру. 22 сәуір кітапханаға кітап сыйла акциясы. 23 сәуір кітап ғасырлар шежіресі, кітап фестивалінің жабылу салтанаты. Болмыс әдеби-мәдени клубымен тренинг, жас ақын жазушылармен сұрақ-жауаптар және интеллектуалды ойындар өтеді. Келіңіздер, көріңіздер, біз сіздерді күтеміз.